Қадыр түнінің жақсылығы мен сауабынан құр қалса, не болатынын білесіз бе? Ендеше мына хадиске назар аударыңыз. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. رواه ابن ماجه. Ибн Маджадан жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай деген: кімде-кім сол түннің сауабынан құр қалса, барша жақсылықтан құр қалды. Мақрұм адам ғана оның сауабынан құр қалады. Алла Тағала баршаларымыздың ұстап жатқан оразаларымызда, оқып жатқан тарауих намаздарымызда, жасап жатқан дұға тілектерімізбен ізгі амалдарымызды қабыл етсін. Және баршамызға Қадыр түнінің жақсылығы мен сауабын нәсіп етсін. Рамазан мүбәрак болсын.